Барлығына сәлем достар. Өмірін иллюзияны алдау өнеріне арнаған 4 сиқыршы жұмбақ бейтаныс адамның өзінің жеке басын ашпай-ақ біріктіреді. Олармен сиқыр әлеміндегі ең таңғаларлық қойылымның жоспарларымен бөліседі. Бірақ табысқа жету үшін сіз өз өміріңіздің және бостандығыңызды бірнеше рет қатерге төгуге тура келеді. Карта трюктерінің шебері Даниэл Атлас көшеде бір қыздан карта таңдауды сұрайды. Ол адамдардың ұстанымдарын айтады. Мұқият қараған сайын азырақ көрінеді. Бір сәтте көрші ғимараттың терезелері жарқырап, 7 қиық картасының собасын құрайды. Мэрит Маккини ақыл-ой оқу және гипноз жасау қабілеттерін көрсетеді. Ол қызды сөйлей алмайтын және қозғалмайтын күйге түсіреді. Содан кейін қыздардың есімдерін сұрыптау арқылы күйеуінің опасыздықтарын ашады. Бұл әйел үшін құпия болып қалу үшін күйеуі үлкен сомада ақша бөлуі керек. Және біз қайтадан гипнозды қолданғанда, әйел болған әңгімені ұмытып кетті. Жаңадан келген сиқыршылар Джек Уайлдер кемеде трюктарды көрсетеді. Қасықты иіп отырып, ол иллюзияның құпиясын ашатын адамға $100 уәде етеді. Және жігіттердің бірі қалтасынан бір сынық қасық алып, $100 сол жігіт алады. Алайда бұл алдау болып шықты. Тобырдың арасында сырғып кететін талантты қалтаурысы керегін алып жоқ болды. Хенли Ривз терең аквариумға секіру үшін бауларды тағып жатыр. Пираньялар бар аквариумнан шығуға 1 минут қалды. Ол қолдарындағы темірден оңай құтылып, аяғындағы темір торға кептеліп, уақыт таусылып, үрейленіп тұрған қыз көмекшілерінен көмек сұрайды. Олар әйнекті сындыруға тырысады, бірақ бәрі бекер. Хенли әлі де өзін босатып шығады. Бірақ уақыт жоғалып кетті. Пираньялар аквариумға кіріп, қызды қоршап алып, су қызыл түске айналады. Көрермендер үрейленіп көмектесуге тырысады. Бірақ Хейли ол көпшіліктің ортасында пайда болып, қауіпсіз болып шықты. Капюшон киген жұмбақ адам алыстан бақылап тұр. Бұл адам төрттіктің соңынан ерді. Және ол әрбір сиқыршыға кездесудің мекен-жайын және уақытты көрсетілген таро картасын қалдырып, бекітілген уақытта жабық пәтер алдында жиналады. Мэрит бұның Даниэльдің көмекшісі және сүйіктісі болған Хенлимен флирт жасауға тырысады. Содан кейін сиқыр әлемінен өз кумирін көруге қуанышты және құлыпты оңай бұзатын Джек пайда болады. Ішінде команданы жұмбақтардың бірнеше механизмдері күтуде. Төртеуі де оларды шешеді және олар жасау керек ең таңғажайып иллюзияның жоспары бар голограмманы көреді. Бір жылдан кейін сиқыршылар Лас-Вегас сахнасында өздерін 4 всадник деп атайды. Тұсаукесер кезінде олар нақты банк тонау жасауға уәде береді. Көрермендер арасында танымал дебюнкер Тадеуш Брэдли бар. Оның телефоны тәркіленді, бірақ ол спектакль түсіретін басқа камераларды жасырған. Төртеуі демеуші миллионер Артурдың трансферін жариялайды және аудиториядан сандар бар 3 шарды кездесу алуды сұрайды. Залдағы орын координатасы болатын Этьен есімді сахнаға шығады. Ол француз банкының клиенті болып шықты. Және сиқыршылар оны тікелей Парижге телепортациялауға уәде береді. Сондай-ақ одан ойын картасын суырып алып, оған қол қойып, өзімен бірге алып кетуді сұрайды. Сахнада Этьеннің порталы пайда болады. Ішінде жоғалып кетеді және көрермендер экранда оның ақшасы бар сейфте болғанын көреді. Қол қойылған карточка мен оның билеті банкноттардың үйінділері арасынан еуро желдеткішке тартылып, олар бір сәтте Лас-Вегастағы аудиторияға түседі. Адамдар құлап жатқан банкноттарды асыға ұстайды. Париждегі банктың күзетшісі бос қойманы тапты. Бұл жаңалық бүкіл әлемге таралады және сиқыршыларды ФБР тұтқындайды. Агент Дилан Ротсқа тапсырылады. Ол барлық сиқыршыларды алаяқтар деп санайды. Оның серіктесі Интерполдың агенті Альмо Дре болады. Олар бірігіп француздарды тергейді және агент айтқан сөздер тек бос сөз. Олар Этьенге қолданылған гипнозды ашады. Ол скрипкада ойнауға теремелей бастады. Шабандоздар да осында және олардың әрқайсысы агентке көптеген қолайсыздықтар тудырып, сырларын ашады. Мэрит полицияның лас құпиясын ашып, тәжірибесіз Альма үшін бұл ең бірінші тапсырма екенін түсінеді. Мойынсұнбайтын Даниэль компанияға олар әрқашан полициядан бірнеше қадам алда болатынын ескертеді. Дәлелдер жеткіліксіз және барлығын босатуға тура келеді. Грей мен Ротқа тергеуге көмектесу үшін Брэдли атақты фокусникке келеді. Ол бұрын өзі сиқыршы болған, бірақ қазір телебағдарламасында айлалардың құпиясын ашады. Альма көптеген сиқыршылардың мансап жолына түскенін атап өтеді. Ол оны бірінші көрсетілімде бар құпиясын ашып тастаған.
Сол жағдайдан кейін сиқыршы қайта атағын алу үшін темір сейфке кіріп, судың түбіне кеткен. Даниэль өзін барлық сиқыршылардан да ақылды деп санап, агенттерге шабандоз фокусниктерінің айласын көрсетеді. Банктың көшірмесі дәл сақина астында болған. Этьен де сол жерде түскен, және оны да алдын ала таңдап алған. Французды алдын ала гипноз арқылы билет алып фокус көруге үгіттелген. Олар ақшаны банктың ішінен емес, жаңа басылған ақшаны грузовиктен ұрлаған. Фокусниктер грузовикке алдын ала кіріп, жүргізушіні ұйықтатып, ақшаларды өздігінен өртенетін қағазға ауыстырып, орнына билет пен қол қойылған картаны қойып қойған. Ал ақша өздерінде қалады. Барлығы жаңа Орлеанаға ұшты, фокусниктердің жаңа қойылымын қарау үшін. Родс 5-ші ғасырдың тағы бір сиқыршының барына сенімді. Ол барлығын басқарып отырады. Агент адамдарды алдайтын алаяқтарды ұнатпайды. Тезірек тұтқындағысы келеді. Альма оны сиқыр көрсетіп агентті күлдіреді. Төрттік жеке самолетта спонсор миллионермен ұшып, Даниэль Мэрит пен адамның ойын оқу жағынан жарыспақшы болады. Сиқыршы алғашқы үй жануарының атын және нағашысының фамилиясын білуге тырысады. Оның болжамын миллионер күлкімен жоққа шығарады. Альма бұрынғы сиқыршы Лайон Рашрайттың зерттеп, кезінде 20 жылдық ағаштың ішінен көрерменнің қолы қойылған картаны шығарған. Родстағы да таң қалмады. Брэдли өзінің телебағдарламасында атақты төрттіктің фараондарға еліктейтінін айтады. Спонсор Брэдлиге барып, оны сатып алмақшы болады, кедергі келтірмес үшін. Агент Ротшрайттың ағашқа картаны қалай салғанын түсінеді. Ол ағашты 20 жыл бұрын парк қызметкеріне орналастырғызып, көп жылдан кейін дәл сол адамды тауып, фокус жасаған. Әрине, ол адам 20 жылда оны ұмытып қалады. Шрайк сейфте су астына шеткелі денесі табылмаған. Шоу басталып, төрттік бірнеше фокус көрсетіп, бір-бірімен байланысқанын айтады. Олар қоянның жоқ болып кеткенін көрсетіп, кейін оның айнаға қабырға артында отырғанын айтады. Джек картаны мишендерге дәл тигізіп, Дэниэл Хенлиді шар арқылы ауаға ұшырады. Мэрит бірнеше адамды гипноздап, команда бергенде айқалап, бір адамға тоқтатқызады. Кейін көрермендердің барлығы аттарын айқайлап, счеттағы сомаларын айтады. Оның счетындағы тұрған сома жазылған чекті көрсетеді. Мэрит көрермендерге банктағы счеттары жазылған қағазға жарық жағуды сұрайды. Кенеттен барлық адамға ақша түсіп көбейе бастады. Ал миллионердің счетындағы ақша азайды. Бұл жағдай иллюзия емес, шынында ақша адамдарға түсті. Бұл кезінде миллионер ұрланған сомалар болып шықты. Демек төрттік халыққа өз сомаларын қайтарып берді. Ұшақтағы ойын кезінде гипноз арқылы миллионерден банк счетының кодын алған. Фокусниктер қашып кетпекші. Бірақ ашулы миллионер оларды тоқтатпақ болғанда, аяғында кісен пайда болып гипноздалған. Топ оны тоқтатады. Төрттік аспанға көтеріліп ғайып болды. Альма фокусник Даниэльді тауып, қару кезеп ата алмады. Барлық жаңалықтарда фокусниктер агенттерді алдап соққаны жайлы айтылады. Агент барға барып ішімдікке тойып, сәтсіздікке серіктесі Альманы кінәлайды. Родс Альманы фокусниктердің адамы деп ойлайды. Альма ренжіп, соққы жіберіп, кетіп қалады. Миллионер Тадеушке барып, кек алуға көмек сұрайды. Таңертең Родс Альмадан кешірім сұрайды. Альма Ока жайлы айтады. Онда бірнеше тапсырманы орындай алған адамдар ғана қабылданады. Демек, фокусниктер мұның барлығын тек Окаға қатысу үшін жасап жатыр деп ойлайды. Родс телефонынан жасырын тыңдау аппаратын табады. Фокусниктер ФБР-дің барлық ақпараттарын тыңдап отырған. Олар аппаратты қалдыратын болып шешті. Фокусниктерге жалған ақпарат беру үшін. ФБР Родстың нағыз телефонын аңдып керек мекен жайға жетті. Фокусниктер асығыс жиналып, Родж келесі бөлімде маңызды тапсырманы орындай алмаймын деп ойлайды. Дэниэль қорықпай жалғастыруын сұрайды. Родж қалдықтарды жоюға қалады. Сол сәтте ФБР келіп, ұстап қақтығыс басталады. Родж қашып қабырға секіреді. Агент те оның артынан барады. Фокусник ФБР машинасын ұрлап қашады. Агент Альма екеуі артынан қуды. Мостқа жетіп, Родж машинасы соғылып, бірнеше айналым жасап, көлік өртеніп жатқанда, агент оны шығарып алмақшы болады. Бірақ оны белдеу ұстап, көлік жарылып кетеді. Брэдли Родсқа хабарласып, Альманың фокусниктер жіберген адам деп сенеді. Агент түсінбейді, неге Брэдли агентке көмектесіп жатыр. Агент енді Альмаға сенбейді.
Оның үстіне қуу кезінде сиқыршылар келесі қадамдарын жасады. ФБР өз табысын жасаған, $500 миллион түгелдей бөліп тастаған Элкор сайтындағы құжатты тергеп жатыр. Бұл схема бюроның басқа бөлімінде ұзақ уақыт бойы сақталды, және салт аттылар Ротстың телефоны арқылы олардан құжат ұрлады. Оқиға орнына федерациялар келеді, бірақ бұрын гипнозға ұшыраған өз агентінің тапсырмасы бойынша тасымалдауды орында таппайды. Бірақ жүк көлігі алысқа баруға үлгермеді, ал қалғандарымен жүк көлігіне ішке көтеріліп, тікелей қарақшыларға келеді. Олар шабандоздардың бейне хабарламасын көріп, олар жанкүйерлерді 5 нүктелік өнер орталығындағы соңғы мектебіне шақырады. Көлік тоқтап, есіктері ашылған жүк көлігіне қарай бет алды. Брэдли де сонда екен. Ротс ақыры 5-ші фокусникті ұстап алдым деп шешеді. Бірақ Брэдли, мен жай ғана соңынан еріп, бір жерде соқтығыстық дейді. Анықталғандай салт аттылар агенттерді тағы да алдаған. Олар мұнда әдейі келген. Олардың жүк көліктері үрлемелі шарлармен толтырылған, және көрермендер соңғы шоуды күту үшін жиналып жатыр. Сиқыршылар триосы проекцияның жанкүйерлерін қарсы алады. Агенттер голограмма мен манекендерді қуып жатқанда, Альма Ротсты өтініштер жазылған құрылғыларда барады. Бірақ сол жерлерден сиқыршылар қашып үлгерген. Олар шатырға шығып, спектакльді бастады. Трио көрермендерге алғысын білдіреді, ал фокусниктер шатырдың шетіне қарай жүгіреді. Ротс тапаншаны көздеп, бірақ Альма атуға мүмкіндік бермейді. Альма Францияға қайтатынын айтып, Ротспен қоштасады. Көрермендер ақшаны қағып алғанда өтірік ақша болып шығады. Осы уақытта Тадеуш қазірдің өзінде нақты $1 миллиондарға толы көлігіне қайтып келеді. Оны бір қатысушы тұтқындайды. Оны шабандоздар әдейі жасағанын дәлелдеуге тырысады. Сейфі бар ангарға үлкен айна қою арқылы қоянмен жасалған трюк сияқты жасалды. Охрана бос бөлмеде бойлап кетіп қалу үшін. Кейін жасарын ангар ішіне өлі деп саналған Ротч келіп, ақшаны түгелдей алып кетті. Оның өлімі әдейі құрастырылған болып шықты. Оның жарылған көлігін ауыстырып, ішіне моргтан өлі дене қойылған. Сейфті бұзып Ротч ақшаны Брэдлидің көлігіне жасырған. Оны барлығына жауапты ету үшін. Ротстың ойы бойынша Брэдли фокусник болған кезінде оқиғаға тіркеле алмаған үшін басқа сиқыршыларға тұзақ құрған. Нағыз сиқыршы Ротстың өзі болып шықты. Өмірінде алған Брэдли трюкті таба алмады. Өмірінде бірінші рет Брэдли трюкті таба алмады. Ротс қуанышты, сиқыршыларды арандатушы адам түрмеде отыру керек деп санайды. Төрттік ескі паркте кездесіп, 20 жылдық ағаштағы картаға өз карталарын қосқанда, әткеншектегі жарық қосылып, жасырын фокусник Ротс пайда болады. Ол төрттікке топқа қосылуларымен құттықтап, әткеншекке тербелуге шақырады.